Аю – табиғаттың ең ірі әрі ең жұмбақ жыртқыштарының бірі. Қазақ фольклорында аю қайраттылық пен байсалдылықтың символы саналған. Әсіресе қоңыр аю орман экожүйесінің тепе-теңдігін сақтаушы тіршілік иесі. Адамдардан аулақ жүрсе де, оның өмір сүру салты мен қабілеттері біз ойлағаннан әлдеқайда күрделі. Төменде келтірілген 10 факт – аюдың нағыз табиғатын ашатын шынайы деректер. Бірінші факт – аюлардың есте сақтау қабілеті өте мықты. Ғалымдар жүргізген тәжірибелер көрсеткендей, аюлар пілдермен тең дәрежеде есте сақтау қабілетіне ие. Олар бірнеше жыл бұрынғы аң аулаған немесе тамақ тапқан жерін есінде сақтап, кейін қайта оралып, дәл тауып алады. Бұл тек инстинкт емес, нағыз когнитивтік ойлау белгісі. Мысалы, Аляскада өмір сүретін аюлар бұрынғы жылы азық тапқан орындарға келесі жылы тура сол уақытта оралады. Бұл күнтізбелік ойлау қабілетінің айғағы. Екінші факт – аюлар қысқы ұйқыға арнайы дайындалады. Аюлар қыс түспестен бұрын бірнеше ай бойы тоқтаусыз азықтанады. Олар күн сайын 15.000 калорияға дейін тамақ жейді. Бұл олардың май қорын еселеп көбейтеді. Қысқы ұйқы кезінде олар ештеңе жемейді, зәр шығармайды, тіпті дене температурасы біршама төмендейді. Бірақ оянып кеткен жағдайда қауіптен қашуға немесе шабуыл жасауға толықтай қабілетті. Бұл табиғаттың ғажайып бейімделу үлгісі. Үшінші факт – аюлар тамақ түрлерін таңдауға келгенде өте талғампаз. Қарапайым көзқараспен қарағанда, аю бәрін жей беретін жануар болып көрінуі мүмкін. Бірақ зерттеулер көрсеткендей, олар белгілі бір маусымда нақты тағам түрін іздейді. Жазда олар жидек, өсімдік және балға қызықса, күзде майлы азық, балық немесе ет іздейді. Бұл олардың май жинап, қысқа дайындалуына көмектесетін ішкі биологиялық бағдарлама. Төртінші факт – аюлар жақсы жүзгіш әрі альпинист. Қоңыр аюлар жүзу қабілетімен танымал. Олар көл, өзен, тіпті мұхит суын еш қиындықсыз кесіп өте алады. Сонымен қатар олар жас ағаштарға оңай өрмелеп шығады. Бұл қасиет оларды басқа жыртқыштардан ерекшелейді. Орманда өмір сүру үшін қажетті дағды, су мен биікке бейімділік аюларда жақсы дамыған. Бесінші факт – аюлар өз аумағын қатаң қорғайды. Әрбір аюдың өз жеке аумағы болады. Ол жерге басқа аюлар кірсе, жанжал туындауы мүмкін. Еркек аюлардың аумағы кеңірек, кейде бірнеше 100 шаршы километрге дейін созылады. Олар ағаштарды тырнап, иіс қалдырып, аумақтық белгі қойып жүреді. Бұл өз жерін танудың, ескерту жасаудың, қауіпті алдын алудың жолы. Алтыншы факт – аюлардың иіс сезу қабілеті адамнан мыңдаған есе күшті. Ғылыми деректер бойынша аюдың иіс сезу жүйесі соншалықты жетілген, олар бірнеше шақырым қашықтықтағы өлексені, тамақты немесе тіпті басқа аюдың иісін анықтай алады. Мысалы, бір аю Арктикада мұз астында жасырылған итбалықты 4 шақырымнан анықтап, сол бағытқа бет алған. Бұл оларға азық табуда зор артықшылық береді. Және бұл қабілет тіпті иісші иттерден де жоғары болуы мүмкін деген тұжырымдар бар. Жетінші факт – аналық аюлар баласын бірнеше жыл тәрбиелейді. Аналық аюлар ұрпағына өте қамқор. Олар баласын туғаннан кейін кем дегенде 2 жыл қасында алып жүреді. Осы уақыт аралығында олар балаларына азық табуды, қауіптен қашуды, ағашқа өрмелеуді және басқа да өмірлік маңызды дағдыларды үйретеді. Кейбір қоңыр аюлар 3 жасқа дейін аналарымен бірге болады. Бұл жануарлар әлемінде сирек кездесетін ұзақ тәрбиелеу кезеңі. 8-ші факт – аюлар қорғануға мәжбүр болғанда ғана шабуылдайды. Аюлар агрессияны бірінші бастамайтын аңдар. Егер олар адамға шабуыл жасаса, ол көбіне төтенше қорғаныс әрекеті болып саналады. Мысалы, аналық аю өз баласына қауіп төнгенін сезсе, адамға шабуыл жасауы мүмкін. Ал басқа жағдайда, аю адамды көрсе, көбіне қашып кетуге тырысады. Бұл олардың қауіптен қашуды шабуылдан жоғары қоятынын көрсетеді. 9-ші факт – аюлар жалған ұйқы күйіне түсуі мүмкін. Қысқы ұйқы кезінде аюдың кейбір түрлері толық ұйқыға жатпайды. Олар жартылай ұйқы, яғни метаболизм баяулап, қозғалыс азаятын күйде болады. Бұл кезде олар сыртқы дыбыстарды естіп, кейде тіпті оянып жүруі мүмкін. Осы күйді ғалымдар торпор деп атайды. Бұл толық ұйқы емес, бірақ энергияны үнемдеуге тиімді жағдай. Кейде мұндай күйде жатқан аюдан адам жақындап бара жатқанда тез шабуыл көруі мүмкін. 10-ші факт
Қазақ халқы аюды құрметпен бейнелеген. Қазақ мифологиясы мен мақал-мәтелдерінде аю айбатты, сабырлы әрі мықты бейне ретінде беріледі. Аюға намаз үйреткен таяқ секілді тіркестер аюдың күшіне құрметпен қараған халық танымын көрсетеді. Аюдың ұрпағына қамқорлығы, өз жерін қорғаудағы табандылығы қазақ ертегілерінде жиі кездеседі. Бұл аң жыртқыш бола тұра халықтың көз алдында дана, салмақты тіршілік иесі ретінде қалған.